Қазақта бұрын соңды деген сөз бар. Соның екінші сыңарын алып тастап айтар болсақ, бұрын Қазақстанда Қонаевтай жайлы басшы болған жоқ. Бірақ сол жайлы демекең Сәбит Мұқанов үшін жайлы бола қоймаған сияқты. Біз бәрімізде пендеміз, сондай бір пенделігі ұстаған сәтте партия пленумының мінбесінде тұрып Қонаевтың адресіне салмаға бір пұттық мешок обещаний деген ауыр сөзді лақтырып жіберсе керек Сәбең. Негізінен табиғаты жұмсақ биязы басшы ол үшін Сәбеңнің соңына түсіп қудалай қойған жоқ әрине. Сәбең бұл сөзді айтқан кезде демекең министрлер кеңесінің төрағасы ғана болатын. Жазушы ағамыз Қонаевты республиканың бірінші басшысы болады деп ойлады дейсіз бе? Әлде болмағаны дұрыс деп ойлады ма, кім білген. Қалай болған күнде де айтылар сөз айтылды, қайталап ескертем, демекең ол үшін Сәбеңнің соңына түсе қойған жоқ. Психологиялық тұрғыдан түсінер болсақ, Сәбеңді қудалаған Сәбеңнің өз сөзі. Басқалар ұмытса да оны Сәбеңнің өзі ұмыта алмады, тіпті өзін өзі кешіре алмады. Оның үстіне есею жылдарының төңірегіндегі әдеби айқас 60-қа келген Ақбас ағамызды титықтатып жіберді. Сөйтіп жүріп Сәбең мүшел тойын өткізді. Жазушы ретінде, әсіресе пенде ретінде өкіметінен, партиясынан үлкен сый марапат күтті. Ашып айтар болсақ, еңбек ері деген атақтан дәметіп қалды. Ол дәметудің де өзінше логикасы барды. Бірақ логика жұмыс істемеді. Пенделікке пенделік қарсы тұрды. Сәбең алтын жұлдызсыз қалды. Оның орнын бұрын алып жүрген Ленин ордені басты. Сәбең жарықтықтың 40 жылға жуық тарта әдеби қоғамдық өмірінде араласпаған шаруасы, белсенділік көрсетпеген жері жоқ. Соғыстан, Ұлы Отан соғысынан кейін, әсіресе 50-ші жылдардың басында ұлтшылдық деген ескі дақпыртты қайта жаңғыртып, қазақ интеллигенциясына тағы қара бұлт төне бастағанды. Күнде жиналыс, күнде талқа. Жиынды басқарып отырған Сәбең ет қызуымен Кенесарыға байланысты 9-шы сыныпқа арналған әдебиет оқулығына тиіседі. Қатты сын айтады. Сонда алдыңғы қатарда отырған бір азамат шыдамай, «Сәбе, сол оқулықты өзіңіз біреулермен бірігіп жазған жоқ па едіңіз?» дейді. Солай ма? Осы менің де араласпайтын шаруам жоқ деп Сәбең сылқ етіп отыра кетеді. Шынында да Сәбең араласпаған шаруа болмаған сияқты. Сәбең өзі араласпайын десе де, басқа біреулер оны араластырмай қоймайтын. Бірде Әбділда Тәжібаев ағамыз диссертация қорғайды дегенді естіп академияға бардық. Соның алдында ақын Әбділданың өмір және поэзия деген үлкен кітабы жарық көргенді. 4-5 ай бұрын Сәбит Мұқановтың Қазақ әдебиеті газетінде ол кітап туралы көлемді сын мақаласы жарық көрген болатын. Әбділда сөйлеп болғаннан кейін мінбеге Сәбең шықты. Қасымда отырған жолдасыма, «Көрде тұр, қазір Сәбең соят» дедім сенімді түрде. Өйткені қазақ әдебиетіндегі мақаласында Сәбең 1-ші, 2-ші, 3-ші, 10-ші деп қойып, біраз кемістіктерін батыра айтқанды. Енді солардың бәрін түгелдей сызып тастап, жетістіктерін ғана айтып шықты. Аң-таң болдым. Мұнысы несі деп ойладым, сөйтсем кейінірек естідім. Әбділда Тәжібаевтың өмір және поэзиясы Мұхтар Әуезовке ұнамайды, диплом жұмысының деңгейде деген сөзді айтып қалады. Оны естіген әбекең жылап Сәбеңе барады. Барлық жағдайды түсіндіріп айтады, ара түскенін қалайды. «Ыңқ етпе» дейді Сәбең. 2-ші рет оқып шыққаннан кейін кітаптың маған ұнауы мүмкін ғой. Әсіресе диссертацияның. Сөйтіп Сәбең жылап келген әбекеңе жаны ашып, бұрынғы пікірін 100% өзгертіп, оның сәтті қорғап шығуына септігін тигізеді. Сірә Алматыда болмаған болу керек, Мұқан бұл қорғауға келмеді. Бірер қиқар сұрақ берген Қажым Жұмалиев және басқалар атмосфера жасай алмады. Бұл жолы мен Сәбит Мұқановты тағы бір қырынан таныдым. Қанша білдім десең де, бір адамды, тіпті белгілі тұлғаның өзін білем, жақсы білем, жете білем деуге болмайды екен. Әбділда Тәжібаев диссертациясы кезіндегі «мен білем-ау» деп жүрген Сәбит Мұқанов мүлдем басқа,
Сәбит Мұқанов болып шықты. Сәбең туралы маған жұрт не демеді, мен не естімедім. Бір ғажабы өз басым өзге адамның үлкен сөзіне сенбей, өзімнің кішкене ақылыма құлақ түрем. Содан да шығар мен Сәбеңді жек көріп, Сәбеңе теріс айналып кете алмадым. Ол маған үнемі қарапайым, үнемі көпшіл, үнемі елгезек, үнемі кішіпейіл көрінетін. Ал бұл өзі сирек кездесетін қасиеттер. Ондай қасиеттерге мән бермеу, сенбеу, иланбау менің ақылыма сыймайды. Сәбең бойында біраз кемшілік болатын. Ол тап күресі дегенге, пролетариат диктатурасы дегенге, интернационализм дегенге әбден сенген адам. Оның жас тұлпар қоғамына сенімсіздікпен қарауы да сондықтан. Сөйте тұра сол жас тұлпар істей алмаған шаруаны Сәбеңнің өзі істеді. Ана тіліміздің басына төнген қауіпті бірінші боп сезінді. Алматы қаласында ең бірінші қазақ балалар бақшасын сол Сәбең аштырды. Республика оқу министрлігінің бірінші орынбасары шовинист Щербаковпен тайсалмай айқасты. Оған тойтарыс берді. Қазақ мектептеріндегі қазақ тілі сағатының қысқаруына қарсы тұрды. Екінің бірі оны істей алған жоқ. Дәл қай күні екені есімде жоқ. Әйтеуір 50-ші жылдардың аяғы, 60-шы жылдардың басында Қазақстан Жазушылар Одағында ашық партия жиналысы өтті. Өз басым жиналыс атаулыны жек көрем. Әйтсе де жолдастарым, әріптестерім үгіттеп қоймаған соң, сол ашық партия жиналысына бардым. Қынжыла бардым. Бірақ барғаным дұрыс болыпты. Ол жиналыс менің көп нәрсеге көзімді ашты. Қаламдастарымыздың көбі, әсіресе айдаудан аман-есен оралғандар 30-шы жылдардың ойраны туралы біраз сыр шертті. Ашына сөйледі. Қаламгерлермен бірге сол жиналысқа ойранда опат болған жазушылардың жесірлері де қатынасты. Ілияс Жансүгіров пен Бейімбет Майлиннің үйіндегі қам көңіл шешелерімізді мен бірінші рет сол жерде көрдім. Фатима шешеміз Мұхамеджан Қаратаевты жерден алып жерге салды. Ілияс айдалып кеткеннен кейін Қаратаевтың үйлеріне басып кіргенін, ақынның кейбір қолжазбаларын жыртып туалетке ағызып жібергенін, аузы мұрнынан шығып әрең отырған жүкті әйелді, яки өзін көшеге айдап шығып Болат деген ұлын мұз үстінде босанғанын ашынып айтты. Өтірік десеңдер, мына отырған Бейімбеттің жесірінен сұраңдар. Нәрестенің кіндігін осы кісі кесті деді. Біраздан кейін мінбеге Хамза Есенжанов шықты. Ол кезде де Хамза ағамыз сотқа 3 адам шақырылды. Менің ісіме байланысты Қажым Жұмалиев, Оралдың бір казак орысы және Дихан Әбілов келді. Хамза Есенжанов ұлтшыл ма деген сұраққа Қажым жоқ, ол ұлтшыл емес деп, казак орыс жоқ, ұлтшыл емес деп жауап берді. Дихан Әбіловтің олай деуге ерлігі жетпеді. Ол қазір осы залда отыр деп мінбеден түсті. Я рас, солай дедім. Олай демеуге менің құдіретім жетпеді. Олай демегенімде менің өзімді айдап кететін еді. Сондықтан сені қаралауға мәжбүр болдым. Бар шындық осы, қалай десең олай де, боларыс болды деді Дихан Әбілов. Бір кезде мінбеге Қасым Тоғызақов деген ағамыз көтерілді. Не бүлдіріп қойғанымды түсінсем бұйырмасын, түрмеде отырып жылай бердім, өксіп жыладым. Бір уақытта түрменің бастығы келді. Сен неге жылайсың? Бұл патшаның түрмесі емес, социализмнің түрмесі. Ұялмайсың ба жылауға деді. Өздері жыларман болып отырған халық осыны естігенде ду күлді. Жиналыс ұзаққа созылды. Құсалы қаламгерлер ашу-ызасын бүгіп қалмай, іркіп қалмай ақтарып салды. Бірақ мен сол өткен жиналыстың протоколын жазып отырған жоқпын, есімде қалған кейбір оқшау тұстарын ғана ортаға салмақпын. Тарихтың аты тарих, шындықтың аты шындық. Оны ұмытуға да, бұрмалауға да болмайды. Сондықтан да мен бүйректен сирақ шығармай, барынша әділін айтып бағам. Бірақ қанша еске түсірсем де, Сәбеңнің атына айтылған ащы сөз тіпті өкпе наздың өзі болған жоқ. Бұл тегін болмаса керек.